Армысыздар, құрметті көрермен. Бұл Қара жәшік жобасының кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Қарағанды төңірегіндегі ақын жазушыларға, Қарағанды ғана емес, Қазақстан төңірегіндегі ақын жазушылардың досы Азамат Шоқшин ағамыз. Бұл кісіні неге кейіпкерге алып отырғанымызды жоба барысында түсінетін боларсыз. Аға, қош келдіңіз. Мынау Қара жәшік деген, бұның ішінде 20 шақты сұрақ жатыр. Осы жобада, мына жәшіктің ішінде. Қазір ашамыз, өзіңіз алып отырып, оқып, сұраққа емтихандағыдай жауап бересіз. Қалған сұрақтар қалады. 10 сұраққа жауап бересіз, қалғаны қалады. Енді Қара жәшік деп қойған себебіміз, өзіңіз ақын жазушыларға жақынсыз. Қуаныш Медеубаев бауырымыздың Қара жәшік деген өлеңін білесіз ғой. Адамның мынау ішіндегі қара жәшік туралы айтатын. Сол жобамен алынды. Біреулер келуге қорқақтайды, біреулер келіп жатыр дегендей. Рахмет сізге. Бастаймыз ба? Бастайық. Жауап бере алмасаңыз, жауап бере алмаймын деп айтуға да болатын шығар, бірақ барлығында шынайы жауап беруге тырысыңыз. Жақсы. Оңай сұрақтар да бар. Қазақты не құртады, не құтқарады. Сіз енді ақылды адамдармен көп жүресіз, ақын жазушылармен жүресіз, олар айтады ғой. Бізді құтқарсақ, мынау құтқарады, құртса, мынау құртады деп. Өзіңіздің де ойыңыз бар азаматсыз. Біреу дін құртады дейді, біреу ішімдік құртады дейді, біреу қазақты қазақтың өзі құртады дейді. Әркім әртүрлі айтады. Соны сіздің нұсқаңызда жалқаулық құртады дейді біреулер. Енді ішімде өз алдында қазақты негізгі құртатын көрелмеушілік деп ойлаймыз. Осы әсіресе соны меңдеп жаңағы етіп бара жатқан құртатын ол жалғыз көрелмеушілік емес, тағы да көп нәрселер бар ғой. Жаңағы не құтқарады? Қазақты тек бірлік, ауызбіршілік құтқара алады. Және де бір бес саусақтай бір жұмылып, әр нәрсені бірге неткен құртатын қазіргі меңдеп бара жатқан жемқорлық деп ойлаймын. Жемқорлық те сұрақты мына жаққа қойып отырайық. Жауап бермеуге болады. Жоқ, жауабыңыз жақсы. Енді ол жауаптың біздің көңілімізден шығу шықпауы ол екінші пландағы нәрсе. Барынша шынайы жауап беріңіз. Аха, болды. Мені ала беріңіз. Қою болуы да мүмкін жауаптың. Сіз екеуміздің шашымыздей сұйық болуы да мүмкін. Сіз жазба ақындар мен жазушылар арасында ғана танымалсыз ба, әлде айтыс ақындармен де құралассыз ба? Сізді жазба ақындарының аузынан жиі естимін әкеңіз сұрақты. Азамат Шоқшин, граждан, түрлі версияда айтылады, барлығы сіз. Олармен өткен оқиғаларыңыз, естеліктеріңіз көп. Айтыс ақындармен қалай араласасыз? Ақындар айтысымен, жазба ақындармен қалай аралассам, айтыс ақындармен де солай араласам. Мысалы, ол айтыстың біз 90-шы жылдардың басынан осы Қарағандыда Сартендек, Қуаныш Мақсұтов ағамыз, Қойлыбай, Асанов. Содан Қара Дәулетте бір кездерде айтыстарда өзінің жаңағы несін көрсетіп жүрді. Ақындар айтысымен жақсы, одан солар арқылы сол кездердегі Серік Құсанбаев, Есенғұлмен жақсы араластым, сол кісілермен. Содан кейінгі міне өз қатарлас Аманжол, кейінгі бауырларым шығып жүрген міне Тілеген, Айтбай, Мақсат, Дидар, бәріміз сол детіп, араласып, сыйласып, аға әне боп араласып. Бәріне ортақпын дейсіз? Бәріне ортақпын. Жақсы. Тез біздің сұхбатымыз бәрі. Адам өзіне байланысты. Кең отырып сөйлейін десеңіз де, бірақ
Көзіңіз жетпесе мен оқып отырайын, негізі үлкен шрифт таңдағандай болдық. Мына мені бір күн еске түсіріп, жылайсыңдар дағдарма түсініп, бұл фәниден шындық іздеп жүргенде алып кетті қанатында қысылып. Авторы жайлы әңгімелессек. Тұрсын Жұмаш. Бұл енді бұл өзі Тұрсын Жұмашев деген ақын негізі болақтан 37 жасында қайтыс болып кетті. Қайтыс болғаннан кейін Періште деген кітабы шықты. Бұл кісіні мен бір-ақ рет көзім көрді. Өлеңдерінің бәрін осы уақытқа дейін дәріптеп, бұл Тұрсын Жұмашевтың өзі аз ғұмырында аз жасса да саждасып кетті. Енді мен бұл Тұрсын Жұмашевты енді 100% деп айтпай-ақ қояйын. 70% өлеңін мен жатқа білемін. Бұл содан кейін бұған біраз жаңағы Сейілдің орындауында Ерлан Төлеутаевтың әндері шықты. Сондай бір ортада бұл Қарағанды, сол Егінді Бұлақта жырақта жүріп, сол жаңағы Қарағандыға келмесе де сондай танымал, сондай бір отты өлеңдерімен, бұны кезінде, тірі кезінде жаңағы екінің бірін ақын деп мойындай қоймайтын Есенғали Раушановтың өзін мойындап кеткен. Содан Ақсұңқарының арнап жазған Ақсұңқарында бұл кісіге екеуі бір-біріне өлеңмен ғашық болғаны, өлеңмен араласып, бірақ тірісінде бірін-бірі көре алмай кеткен, бірін-бірі көре алмай кездесе алмай кеткен. Кейінде бір неткеннен кейін бір еске алу кеші болды. Негізі Тұрсынды біз әлі дұрыстап не қылмай жүрміз, дәріптей алмай жүрміз. Тұрсынды әлі де болса міне 60-қа келгенде, жаңағы міне 65-ке келетпей, сонда әлі де кеш емес 65 жасында жаңағы жазған кітаптарын толықтырып, жинақтап, тағы да осындай бір нелер табылып жатса, жаңағы демеушілер табылып жатса, жаңағы Періште кітабын шығарса, бұл оқырмандарға жол тарса, Тұрсынды іздеп сүйіп оқитын жастар бар. Сол жағын әлі де кеш емес, сол жағын Тұрсындың жаңағы несін осы биыл 65-ке келіп жатыр. Сондықтан кітабын шығарып, сол бір еске алу кешін өтіп өсі. Қай жерде кездестіңіздер енді тірісінде бір кездескенде? Бұхар Ульяновский районында. Оның өзінде былай бір ненің енді бұл жерде нерілетін емес айтылады. Содан жаңағы олар басқа неде отырды, біз басқа үстелде отырдық. Содан жаңағы бір сөз шығып, жаңағы жек көрем итті деген Ақсұңқардың несі бар. Сол өлең оқылған жоқ, бір достарымның арасында отырып, біреуге құрдастарымның арасында жек көрем итті деп қалған кезде жаңағы тұрып, жаңағы олдың менің автобусым Қарағандыға кетіп бара жатты, оның автобусы неде бір автостанцияда бір 10-15 минут. Ол кезде жаңағы не деген телефон сотка деген жоқ. Содан әйтеуір айтып үлгердім. Қарағандыға келсеңіз, вокзалдан мені нетіп аласың, жаңағы вокзалдан тауып аласыз деп. Сол бір-ақ рет қана кездестім, оның өзі бір 5 минуттық уақыт. Жақсы. Төртінші сұрақ. Бұл енді қиын сұрақ екен. Сіз вокзалда ресми жұмыс істемейсіз, сіз ол жерде кімсіз? Иә. Сіз кімсіз? Камырза деген кино бар еді баяғыда. Вокзалда ресми ешқашан жұмыс істеген жоқсыз ба? Әлде істедіңіз бе бір жылдары? Бірақ сіз осы мен танығалы вокзалдасыз. Мен білгелі вокзалдасыз. Кімсіз вокзалда? Мен вокзалда 90-шы жылдардың басында 2 жыл ішкі істер бөлімінде істедім. Одан қазір де вокзалдамын, бірақ та сіз ол жерде кімсіз? Ол жерде менің өзімнің жеке нем бар, кәсіп. Тасатчиксіз? Солай.
Айтасың шуны. Алмас. Неше болды, бітті ма? Төртеу кетті, иә, бесінші, иә. Зыры тағалады. Соңғы рет не үшін және қашан жыладыңыз? Еркектер жыламайды дейді. Бірақ еркектер жылай алады негізі. Есімде жоқ екен. Қашан жыламайтындардың қатарынан. Иә. Тас сұрақ болып кеткен шығармын мүмкін. Жыламайтын. Мезгілсіз өлімдер де жылатпайды сізді, иә? Мезгілсіз өмір жаңағы қайғыртқанмен жылап нете қоймайды. Жылатпайды. Пойыз өтіп кетсе, пойыз кеп қалса. Пойыз. Біреуге екіншісі бар ғой. Жақсы. Енді 5-ақ сұрағыңыз қалды. Айтбақ Абайлаевпен түрмеде отырған дейді. Темір тордың арғы жағында. Андрей Беляев. Қандай адам дейді. Мә мынау маған. Андрей Беляев кезіндегі валют транзит банктың негізін салушы, осы Қарағандыға 35 мың жұмыс орнын ашқан банкир еді. Айтбақы Беляев деп айтады. Онымен сіз еркіндікте де таныс болдыңыз ба деп, түрмеде ғана таныстыңыз ба? Қандай жігіт еді? Еркіндікте мен сыртынан, енді оның сыртынан енді бәрі біледі ғой. Бірақ та сондай бір жағдайда екеуміздің сол жерде кездескеніміз, танысқанымыз енді бір жерде сондай бір немен болғанымыз рас. Бұл кісі өте қарапайым, қолы ашық, әрқашанда өзінің жаңағы енді біреулер айтады, ол қазақша білмейді дейді. Жоқ, қазақша жақсы сөйлейді, бірақ та ол жаңағы біздер сияқты жаңағы қарапайым бір ресми тілде сондай бір нелермен сөйлейді, бірақ та ол қазақшасы жақсы түсінеді, ойында дұрыс түсіндіріп айтады, ешқандай қоспасыз. Ол ор жақта болған мен көбіне сол шығармашылықпен айналысты, көп уақытта бос уақыты болған жоқ. Сондай жаңағы арғы жағында сондай әркімге қашан болсын адамның жаңағы несін естіп, тыңдап, көмектесуге дайын тұрады. Арнайы камерада отырды ма? Жағдай жасалған? Жоқ, жұрт тәрізді отырды ма? Жоқ, енді ол ондай арнайы камера болғанда арнайы камераға дейді ғой, сондай жаңағы жеке өзінің несі болған жоқ, сондай жаңағы Дусатовтың жаңағы сондай бір үлкен бұлардың үлкен жаңағы қызметтегі адамдардың жаңағы сондай банкир, әкім деген сияқты адам, сондай адамдарды өздерінің жеке камерасында сондайда отырды. Ерекшелігі неде ол камералардың? Жай камерадан? Басқа камерадан ешқандай ерекшелігі жоқ, просто ол жерде жаңағы сондай адамдар. Ерекше адамдар дейсіз? Ерекше адамдар, бұлай айтқанда, акулалар. Тамағы да ерекше шығар? Тамақтары да ерекше шығар? Тамақтары енді сырттан келеді. Олардың жаңағы түрменің тамағынан не қылған дейміз. Енді 6 сұрақты өткердік. 4 сұрағымыз қалды. Өлең жазбайтын ақын неліктен басқа ақындардың өлеңін жатқа біледі? Өлең жазатын ақын, өлең жазбайтын ақын деген түсінік бар. Сіз соның ішінде өлең жазбайтын ақынға жатады екенсіз. Әлде жазасыз ба? Мен өзім әдебиетке болған себебім менің жаңағы шешем 80-нен осыдан 15 жыл бұрын 80 жастан асып неткенде қайтыс болды. Сол шешемізден неткен шығар, шешем Зықыш Сәулебайқызы деген Сәулебай, бұлар Бұхар жыраудың тікелей ұрпақтары. Шешеміздің жаңағы жыраудың жазылмаған жырлары деген осында орталық Қазақстанда бір жылдары Ержан Имашевтың несі шықты,
жаңағы шеше туралы материалы шықты. Одан кейін Узел Ботағара деген Юрий Попов өлкетанушы шешем туралы жаңағы көп жазды. Сонда жаңағы шешемнің жаңағы Бұқар жыраудың жырларын жатқа оқитын. Ол кезде біз бала кезімізде жаңағы пластинка дейді, сол кездерде содан неткен бе, мен мысалы мектеп оқып жүрген кезде мысалы жаңағы бір тыңдағаннан, мысалы жаңағы Бұқар жыраудың жырларынан басқа Алпамыс Қобыланды жаңағы Қыз жібек, солардың жаңағы пластинкадан неткен, солардың жаңағы жырларын жатқа білетінмін. Қазір одан енді неде қалмады, әрбір жерде. Мұңлық, зарлықтың пластинкасы болатын. Иә, сол кездерде пластинкадан жаңағы тыңдап отырып, бұлай арнайы жаңағы кітабын не қылмасам да, соны нетіп отырып, жаңағы жады қалыптастырдыңыз. Иә, сондай жаңағы өлең, содан бастап жаңағы кейінгі бұлай неге келгеннен кейін мынау кітапқа неткеннен кейін жаңағы өзіме жақын деген өлеңдердің бәрін жаңағы өзі арнайы былай жаттаған емеспін. Бұдан жаттап алайын деген бір 2-3 өлең неткенде бір 3-4 рет оқып неткеннен кейін жаңағы өлең өзімде және қалып қояды. Содан жаңағы бір жерін ұмытып қаласың, сол кезде қайтадан оқисың, солай ғана менде жаңағы өзімде ол жаңағы солай қылып қойған. Құран аяттары, дұға бірдеңені жаттау қабілетіңіз қалай? Ол жағын нетемін енді, қазір оларды енді қазір бұрын бұл жас кезде ол кездерде дұға нелер аяттарды дейміз, сондай мына өлеңдерді. Ал қазір енді міне жасымыз уже 50-ден асқаннан кейін бұл қиындау екен. Әлде басқа бір себептер ме? Бірақ та өзімнің коронавирусқа жабасыз. Иә, экология басқа ақымдар. Жеті сұраққа жауап бердік. Алыңыз. Көмекей әулие туыстық қатынасыңыз бар ма? Айтып қойдыңыз. 8-ші сұрақ. Жеңіл кетті ол. Оны айтып бердіңіз уже. Граждан Шақсабарақса, Грекең адамзаттың ақ періштесі сізге кім? Сіз кімсіз, азамат мырза? Бере тұрыңызшы осы сұрағымызды. Сіз дұрыс оқи алмай тұрсыз. Граждан Шақша баласы, Грекең адамзаттың ақ періштесі. Сіз кімсіз, азамат мырза? Мынау аталып тұрған кейіпкерлердің барлығы бір сізге тәуелді. Өзіңіз, яғни. Граждан, Грекең, граждан дегенде азаматтан алып тұрған, адамзаттың ақ періштесі дейді. Сізге ақын жазушылар сізді кейіпкер қылады. Неліктен? Граждан Шақша баласы деген енді бұл 90-шы жылдардың орта кезінде Свет Оразаев деген ақынмен Ағадыр, Ағадырдың Свет Оразаев ақын осындай бір жағдайлармен негіден вокзалда қалды. Басқа баратын. Соны маған Базар Мамыр вокзалға алып кеп таныстырып, осындай баратын де болмағаннан кейін. Содан жаңағы баратын жері осындай жаңағы Свет Оразаев деген ақын деп айтқаннан кейін Свет Оразаев ақын деген өлеңдерін оқуым бар. Мұқағалидың жолдас. Оны танитын себебім ғалым ағамыздың бір Свет Оразаев туралы сыйлаңдар Мұқағалидың несі деген жаңағы Сәкеннің еліне аманаттап жіберген Мұқағалидың досы деген бір өлеңі бар да, есімде қалған. Содан жаңағы Базар Баскен келіп, осыны Свет Оразаев деген кезде ол кісі әлі тірі ме деп, сол кісімен жаңағы танысып, сөйлесіп отырып, содан жаңағы баратын десі болмай жаңағы Ағадырдан ренжісіп шығып кеткен, үйден басқа баратын жері жоқ. Енді Баскен үйінде 2-3 күн болған. Енді бұл кісіні істейміз, қайда не қыламыз дегенде, мынау вокзалдың маңайында 45-ші кварталда Қасекең атақты Қасымхан Асанов
Ол кісі сол өзі 70-ке тақап алған кезі бұл кісінің де жаңағы екі баласы қайтыс болды, одан әйелі қайтыс болған оның алдында. Бұл кісі сол жаңағы жалғыз қалды үйінде. Содан әрі ойланып, бері ойланып, бұл 90-шы жылдардың орта кезі бұл енді қалай кімді түннің ортасында кімді қайда апарасың жаңағы деген сияқты. Содан сол есіме түсіп, сол үйге барып, сол үйде біраз сол үйге алып бардым. Қасекең жалғызсырамасын тағы да міне екі шал, біреуі ақын, біреуі композитор деп. Содан сөзден сөз шығып, екеуі таныса келіп, екеуі бұдан жарты ғасыр бұрын 60-шы жылдардың басында Алматыда Төлеген Айбергеновтың үйінде кездескен екен. Сол әңгімеден әңгіме шығып, ол кісі сондай екеуін таныстығы, содан екеуі өлгенше бірге болды. Қазір екеуі де өмірде жоқ. Сол әңгімені естіп, Серік Сағантай бұны мен жазам деп, менен бұл бәрін естіп алып, ол кісілердің қасында мен бір жылдай бірге болдым. Содан жаңағы енді граждан шақша баласы деген, енді шоқша баласы деген, шақша бала, граждан деген, азамат дегенді граждан деп алған шығар. Ал Жартығап кітап. Жартығап кітаптың жаңағы Жартығап кітап туралы сол кітап деген содан әңгімесі шығып, осы неге кітап болып шықты. Соңғы сұрақты алайық. Соңғы сұрақ па? Соңғы сұрақ. Бетін жабамыз, қалған сұрақтарды саламыз. Анауымызды оқып салуға болады. Свет Оразаев біздің жаққа да келіп кеткен мен бала кезімде. Балалық шағыңыз жайлы айтсаңыз дейді. Осындай қарапайым сұрақтар да бар. Қай жақтың тумасысыз? Балалық шағым болса Қарағанды, Қарағанды облысы Бұқар ауданы, бұрынғы Қылыш Бабаев атындағы, қазір Үміткер деп атаймыз. Сол ауылда өтті. Балалық шағым, мектеп бітіргенше. Сол көп қазақтың бір баласы ретінде ауылда мал бағып, қой бағып, қозы бағып, қой құрттап, қымыз ішіп деген сияқты балалық шақ солай. Бұл кезде сол біздің неміз ғой енді, бұл Союздың кезіндегі балалық шақ бәрінікі бірдей ғой. Ерекше ештеңесі жоқ. Ерекше ештеңесі жоқ. Байдың баласы емес. Мен 10 оқып жүрген жылдары Жаңарқаға келген, ол кісі Ұзақбай Мұқышев деген Жаңарқа газетінің редакторымен. Бірақ мен ол кезде Балқашта оқып жүрдім. Біздің үйге бір-екі күн қонып, дәм ауыз деген екен. Жұқа ғана кітабы үйде әлі де бар, әкейдің қолында. Соның ішінде бір өлеңім өзім деген да? Иә, соның ішінде бір ерекше бір өлең ұнап қойған маған. Ит туралы. Иә. Білесіз бе? Иә, ит. Оны атып кететін да, итін? Ит адамның досы ғой, талас бар ма деп басталады. Иә. Өлеңнің пәлсапасы, иттің адалдығы, үйіңді боранда, басқада компас болып үйіңді әк бөлетіні. Соны қасқырмен екеуміз салыстырып отырады да, қасқырдыңсың десе қуанамыз, итсің десе неге ренжиміз деп бір ерекше бір пәлсапа айтылады. Иә. Сондай керемет өлең еді. Маған өз қолыммен берген кітабын, сол кітапта мен қолды болып кетті. Және де бір суреті болды кітабында, 75-ші жылы түскен. Иә, ескі көз оттай жанып тұрған. Иә, ол кездерде өзі. Сосын айтам ғой, мына кітабың 75-ші жылғы сурет. Жаңағы неге қазіргі уақыттағы суретті бермедім. Ол кезде суретке фотоға түсудің өзі бәрі ақша. Деп соған не табылмаған ғой, қаражат табылмаған ғой. Өте бір насихат аз ақындардың бірі сол. Иә. Свет Оразаев ағамыз. Содан жаңағы сол бар сурет әйтеуір 75-ші жылғы түскен сурет, менің артында жазылып тұр. Жаңағы вокзалға келеді. Мен осындай ақын едім. Отырған адамдарға жаңағы кітапты несін береді, қолғатын жазып, бірдеңесін жаңағы несін, жаңағы көрімдігін алу үшін. Ана кітапты бүйтіп көп алады да, суретінде қарайды,
Ол кездегі жас кезі, мынау шал кезі. Содан барып ана кітапта Свет Оразаев деп сыртында жазылып тұрады. Шығарып паспортын көрсетеді. Содан қолтаңбасын алып, сөйтіп жаңағы жартылап кітапта вокзалда жаңағы Қасымхан Асан екеуі жаңағы сатып. Күнде енді сатқанда солай сатып отырмайды. Жаңағы бір соғып кетеді ғой. бір екеуін өткізеді да өздерінің жаңағы сол керек жарағын алып ақырын екі жыл қайтады. Жұмысын біткеннен кейін артынан екі пакет салдырлатып мен жетем. Сондай бір қызық жаңағы не болған. Өтте сондай бір пиязы, сондай жаңағы енді мынау үлкен жаңағы тар жерде болды. 20-25 жыл ана бүкіл Россия, Сібірдің бәрін жаңағы айналып, аралап келген. Жаңағы неден кеткен уже? Бұл кісінің жаңағы көп нелері партиядан шығарған бір өлеңдері үшін содан басталған нәрсе. Бұған енді айту бойынша Сәбиттің көп несі бар дейді. Ықпалы. Ықпалы бар. Бұл кісі Мұқанов Сәбит. Сәбит Мұқановтың бұл кісінің жаңағы бір өлеңін партияны сынға алып, бұны жаңағы өлең үшін партиядан шығарады. Партиядан шығарғаннан кейін жұмыстан қудалай бастайды. Содан бұл жаңағы айтқан сөзін жаңағы өзінің несін түсіндіре алмайды, жеткізе алмағаннан кейін, содан кейін жаңағы Сәбиттің үйіне барып, сол жерде не салып, содан жаңағы Сәбит милиция шақыртып. Сәбит ұрмақ бола ма, ұра ма? Әйнектен кіреді ғой. Есігін ашпайды. Сөйлесем деп кіреді. Сол кезде сөйлесем деп жаңағы есіктің неге кірген кезде бұл ода есіктің ар жағынан отырып алып тағы угрожать етеді. Содан бұл кісінің жаңағы өзі де сондай бір ыстық қанды, тік мінезді сондай бір адам болатын. Содан жаңағы әйтеуір неге өзі звондап шақыртып қояды ма. Содан кейін бұл жеткен кезде бұл әйнегін шағып кіреді. Содан басталып, содан жаңағы қара кезеңдері басталады дейсіз. Иә, содан бір семьядан баз кешеді. Иә, 25 жыл содан барып бұл Ағадырға жібереді. Ол кездерде сол кезде бір жер аудару деген бар сұрағы біткен кезде. Содан жаңағы Ағадырға жібереді. Сол өмірін сол кезде бір адаммен жаңағы не қосып, сол адаммен тұрады. Сөзін Ағадырда жаңағы өлеңдерін неге өлеңдерін анда-санда солға беріп тұрып, бірақ та бұл кәтшігер жаққан, Моншаның кәтшігері. Бұл өзі неме жаңағы Моншаның кәтшігері деген. Тұрсын Жұмашев та солай болған. Моншаның кәтшігерін жағып, ол кезде қиын уақыттарда Қарағандыдан бір құшақ өлеңдерін алып орталыққа берем. Осы Қарағандыға шыққан неткен кезде Егінді Будақтан шығып, жаңағы сол орталық өлеңдерімді беремін, Мақсұқардың жаңағы нетемін, жаңағы Мағауға келемін, осылай Қарағандының ортаны бір көрем деп неткен кезде, Қарқаралыдан кондуктор деген бар ол кезде. Билеті жоқ, билет алатын жаңағы ақшасы жоқ. Қарқаралыдан түсіріп Сайтека Рустан. Содан кері қайтады, сонымен попуткалап. Жолы қалмай қалады, екі ақындысыз ғой. Иә, жолы қалмай. Сондай бір тағдырлы ақындар болған. Свет Оразаевтікі. Жақсы, менде сізге бір сұрақ қоятын мүмкіндік бар, осы бағдарламаның жобаның автор ретінде. Қазір бізде тағдырлы ақын кім? Қазір тағдырлы ақын. Өлеңдеріне қарасаң, бәрі әйтеуір бір азап шегіп жүреді. Иә, бәрін. Заман түзу, сүйгеніне қол жетпей жүреді. Иә, бұрынғы 90-шы жылдары емес, мен мысалы дақтарлы азап кешіп жүреді ғой, әйтеуір бір өздері әлемінде жасаған азап. Мен мысалы жаңағы дақтарлы деп айтам ба, әлде бір жаңағы көп өлеңдері шыға бермейтін, мысалы мен айтсам, жаңағы көп ортада бола бермейтін, жаңағы Балтабай Батталғазинді айтар едім. Мысалы ол кісінің жаңағы биыл осы
1 майда 70-ке келеді екен ол кісі. 1 май туған күні 1 майда 70-ке келеді. Жаңағы өзінің бір несімен, жерлестерінің демеушілігімен баяғыда мынау болашақта Дулатбековтің кезінде бір несі биттің қабығындай бір кітабы шыққан. Соның енді міне биыл өзі Қарадәулеттің 60 жылдығы міне Балтекең 70-ке келеді. Жаңағы ортада, ешқандай жырақта өзімен өзі өз жарасын жаңағы өзі жалап жазып, сөйтіп майқұдықта жүрген адам. Мысалы жаңағы қалғандарының енді несін алып жатыр, ешкімнің жаңағы кейін кезде заман түзелді ме, дағдарлы ақынды қазір нету қиын. Өлеңдерін оқып отырсаң бәрінде дағдар бар не сияқты. Бірақ та сол мен айтарым сол жаңағы. Жақсы. Енді қара жәшігіңізге түсе алмаған секілдіміз. Сіз енді біраз жерді көрген адамсыз ғой. Сыр алдырмадыңыз ба? Біз сырыңызды ала алмадық па? Мен бұрын дайындалмай келдім бе? Бұған дайындалатын не бар? Бірақ сұрақтан тыс жақсы бір төгіліп отырсыз. Осының барлығын жазып аламыз. Барлығын монтаждаусыз саламыз. Бір мына жерін кесіп таста дейтін ешқандай ескертпеңіз жоқ қой, Жоқ, онда ешқандай кесіп таста дегенде сондай бір артық ауыз айтқан, бір деген жаңағы не болған емес, бұл жай сұраққа жауап бердім. Соның ішінде. Жақсы, мына соткаңызда белгі беріп жатыр, уақыт болды деп. Бір пойыз келетін уақыт болып қойған шығар енді, сізді адамдар мазалап жатса. Жоқ, пойыз кешке қойып.